күн достар, бүгін мен сіздерге салықтан ешқандай қарызы жоқ деген сұрақтың алуды көрсетемін. Ол үшін kabinet.kgdgov.kz сайтына кіріп аласыз. Кез келген интернет браузерге жазсаңыз, осылай kabinet.kgdgov.kz осыған ECP арқылы кіру деп ECP-мен кіресіз. Пароліңізді енгізесіз. Және қазақшада тұр. Қазір осының бірінші бетінде салық өтініші деген бөлімді басасыз. Салықтық берешек деген екінші тұрған, соны үстінен басасыз. Не осы жерде сіздің үгітіңіз жазылып тұрады, және не үшін ақпаратты қалыптастыру мақсаты. Сіз бұл справканы не үшін сұратып жатырсыз? Бұл кісіде несие алу үшін. Салығы жоқ деген анықтама керек. Ақпарат берілетін орган қайда апарады? Банкке ма, жол полициясы, ТМО, кеден керегін таңдап аласыз. Банкке дейміз. Әрі қарай сұрау салынған күні хат жіберу дейміз. Сұрау сәтті жіберілді дейді. Енді әрі қарай қайтадан салық өтініші дегенге барасыз. Осыдан ең төмен қарай барсаңыз, іздеу батырмасын басасыз. Сіздің жаңа жіберген справкаңыз келіп тұр. Ақпарат деген жерге барасыз. Үстен бассаңыз, мына жерге PDF форматта сақталады. Осыны сұраған жерге жібере аласыз. Ақпаратыңыз пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.